Былтыр басты алаңда жаңа колоннада бой түседі. Көп ұзамай құрылыс жұмыстарымен айналысқан мердігер компанияның туындысындағы кей жерлер бұзыла бастады. Нәтижесінде әлеуметтік желілерде мынандай суреттер шыға бастады. Мәселені назарға алған қала әкімдігі тез арада мердігер компанияны жауапқа тартты. В 2017 году 2017 жылы қалалық саябақта күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жаңа колоннада бой түседі. 2018 жылы тың экспозицияда ақаулар табылды. Мердігер компанияға оларды дұрыстауға тапсырма берілді. Бүгінде колоннаданың сынған кей бөлшектері қайта қалпына келтірілді. Дегенмен тұрғындардың дені аталмыш монументке немқұрайлы қарап, тәрбиесіздігін көрсетті. Салдарынан кей жерлерді мердігер компанияға дұрыстауға тура келеді. Петропавлдықтар құрылысқа жауапты азаматтармен қатар мұнаралы экспозицияға қолын көтергендер де тиісті жазаларын алулары тиіс деп отыр. Лучше бы, конечно, себя заняли чем-нибудь полезным. Все, вообще государство все старается для них, а получается у нас все наоборот. Очень жаль, конечно. Это наш общий город, и за благоустройством должны следить все мы вместе. Баршамыз Петропавл қаласы ортақ үйіміз екенін ұмытпауымыз қажет. Сонда ғана мұндай фактілерге жол берілмейді.